Күн астындағы күнікей қыз. Бұрынғы өткен заманда бір жесір кемпір болыпты. Бұл кемпірдің перзент дегенде жалғыз баласы, мал дегенде 10 шақты ешкісі бар екен. Бала ешкілерін бағып жүреді. Күндердің күнде ешкілерін далада жайып жүріп бір топ киікті көреді. Оның ішінде бір алтын мүйізді киік жүреді. Бала бұл киіктерді күнде көріп жүр. Бір күндері шешесіне келіп: далада бір топ киік көрдім, ішінде алтын мүйізді бір шұбар киік бар. Осы шұбар киікті ұстап алып ханға тарту етсем, хан маған сыйлық берер ме еді дейді. Шешесі: ұстай алсаң алып бар, сый-сияпатсыз қалдырмас дейді. Бір күндері бала далада ешкілерін жайып жүріп алтын мүйізді шұбар киікті тағы да көреді. Сол арада әлгі шұбар киікті ұстап алады, ханға алып жүреді. Ханға апара жатқанда ханның үйінің жанында уәзір көреді де: мұныңды ханға апармай-ақ қой, маған сыйлап кет дейді. Бала: жоқ, саған әкеле жатқаным жоқ, ханның өзіне апарам деп уәзірге бермейді. Сөйтіп алтын мүйізді шұбар киікті ханға тарту етеді. Хан уәзірін оңаша шақырып алып: бұл баланың тартуына сыйлық беруге бола ма дейді. Сонда уәзір: жоқ, бұған сыйлық беруге болмайды. Бұл киіктің астына қоятын тақ болады. Тақтың екі қанаты болады. Бірі алтын суынан алынған, бірі күміс суынан алынған. Киік сол алтын тақтың үстінде тұрып ойнағанда дүниенің қызығын көргендей боласыз. Сіздің салтанатыңыз сонда келседі, бала соны тауып әкелсін, сонда сыйлық беруге болады дейді. Содан соң хан баланы шақырып: бұл киіктің астына қоятын тағы болады. Оның екі жағында екі қанаты болады. Екі қанатының бірі алтын, екіншісі күміс суына малынған. Соны тауып кел, сонда сыйлық беремін. Ал таба алмасаң басыңды аламын дейді. Бала мұны естіп жылап шешесіне келеді. Шешесі: ойбай балам, бұған бола жыламай-ақ қой, өзіміз деп тауып әкелейін деп жолға шығады. Бір жерлерге келгенде далада жайылып жүрген бір топ киікті көреді. Топ киіктің ар жағында жердің жарығын жамап бір кемпір отыр екен. Кемпірге келген жұмысының мәнін айтады. Сонда жер жамап отырған кемпір: Мысыр шәһәрінің бер жағында бір шәһәр бар. Киіктің тағын істесе, сонда істейді. Баланың қолына 1000 ділдә беріп соған жібер дейді. Сонан баланың шешесі үйіне қайтып келіп барлық дүние мүлкін, барлық ешкісін сатып, оның үстіне өзін неше жыл мал бағуға бір байға жалданады. Сөйтіп баласына 1000 ділдә құрастырып береді. Бала 1000 ділдәні алып киік астына қоятын тақ жасайтын Мысыр шәһәріне аттанады. Бірнеше күн жол жүріп шеберге келеді. Киіктің астына қоятын тақ жасатуға келгенін айтады. Сонда шебер: 1000 ділдә берсеңіз мен жасап берейін дейді. Сонымен бала 1000 ділдәсін шеберге беріп, киік астына қоятын тақ істетіп алып үйіне қайтады. Келе жатса, жолында бір үлкен бәйтерек тұр екен. Оның түбінен екі құдық көреді. Біріншісінің ішінде алтын су, екіншісінің ішінде күміс су бар екен. Бала сол арада алып келе жатқан тақтың бір қанатын алтын құдыққа, екінші қанатын күміс құдыққа малып алады. Сөйтіп тақты алып үйіне келеді. Ертеңінде ханға алып барады. Айтқандай тақты баяғы алтын мүйізді шұбар киіктің астына қойғанда киік ойнап сән салтанатын келтіріп тұрады. Хан уәзірін шақырып алып ақылдасады: мұнысына енді сыйлық беруге бола ма дейді. Сонда уәзір: жоқ тақсыр, мұнысына да әлі сыйлық беруге болмайды. Енді пәлендей жер астында өскен бір сұлу алтын ағаш бар. Соны әкеліп сіздің есік алдына орнатса, сән салтанатыңыз мұнан әрі келсер еді. Бала соны тауып әкелсін, есік алдына орнатсын, сол уақытта сыйлық беруге болады дейді уәзір. Сонда хан балаға: сол жердің астында өскен алтын ағашты әкеліп менің есігімнің нақ алдына орнат, сонда сыйлық беремін дейді. Бала тағы да алтын ағашты іздеп кетеді. Бірнеше күн жол жүріп, бір жерлерге келсе, алдынан бір ақсақалды шал шығады. Бала өзінің іздеп келе жатқан жұмысының мән жайын әлгі шалға айтады. Ақсақалды шал: осы бетіңмен жүре бер, бір жерлерге барғанда биік тауларға кездесесің. Таудың бауырынан бір қоян қашар, сен сол қоянды қуа бер, ол қоян барып бір үңгірге кірер, сен соңынан қалма. Әрі қарай ол сол жақтағы үңгірге кірер, сен оң жақтағы үңгірге кір. Сонда 40 ұрыға кездесерсің, олар сені өлтіреміздер. Сонда сен: мен әп-сәттің ішінде ет пісіре аламын де. Бұдан соң 40 ұры саған ет пісіртіп қарап тұрар. Сен етті қазанға салып, мына кездікпен түртіп қалсаң, ет өзінен өзі пісіп шығады деп шал балаға бір күміс сапты кездік береді. Сонымен бірнеше күнге дейін сонда ет пісіруші болып жүресің. 40 ұры сені үңгірге тастап, өздері сыртқа шығады. Сол уақытта түкпірдегі бір ақ сандыққа көзің түсер. Сол ақ сандықты ашсаң, ішінде бір көк сандық болар.
Соны ашсаң ішінде қағазға ораулы дәріні көрерсің. Дәріні алдап сөйл тұрған етке шаш. Сол уақытта қыр-құры бірінен соң бірі келіп есік алдына өлі береді. Сонан соң үңгір үшін араласаң, көп замай іздеген алтын ағашың алдыңда тұрар. Сен алтын ағаштың бұтағынан кесіп қолыңмен ұста. Екі аяғыңмен ағаштың түпкі тамырын басып, екі көзіңді жұм. Сонда таң ата ханның есігінің алдына ағаш өзі келіп орнайды дейді шал. Бала шалдың айтуымен жүріп келе жатса, таудың үңгірінен қоян қашады. Бала қашқан қоянды қуа береді. Қоян бір үңгірге барып кіреді. Бала соңынан қалмайды. Сәлден соң үңгір екі тарам болып кетеді. Қоян сол жақтағы үңгірге, бала оң жақтағы үңгірге кіріп кетеді. Үңгірдің ішіне кіріп келсе, балаға қыр-құры кездеседі. Бұлар баланы өлтірмекші болады. Сол арада бала лезде ет пісіре алатынын айтады. Бала етті қазанға салып, баяғы шал берген кездікпен етті түртіп алғанда, ет өзінен лезде пісіп шығады. Сонымен ұрылар баланы өлтірмейтін болып ет пісіруге қояды. Бала бір сыпыра уақыт сол қыр-құрыға ет пісіріп жүреді. Күндердің күнінде бала ұйықтап жатса, бүйірінен баяғы ақ сақалды шал түртіп, етке тойған соң ұмыттың ба дейді. Бала оянса түсе екен. Сол арада ойлап тұрса, баяғы шалдың айтқандары есіне түседі. Жан-жағына қарайды. Шал айтқандай бір бұрышта ақ сандық тұр екен. Жалма-жан кілтті іздеп тауып алып, ақ сандықты ашса, ішінде бір көк сандық бар екен. Оның ішін қараса, қағазға ораулы дәріге көз түседі. Бала дәріні қолына алып, қыр-құрының сыртқа шығуын аңдиды. Бір күндері қыр-құры түгел сыртқа шығады. Бала жалма-жан етті пісіреді де дәріні етке шашып береді. Сол арада қыр-құры бірінен соң бірі есік алдына келіп, топырлап өле береді. Қыр-құры түгел өліп бітеді. Бала үңгірдің ішін еркін аралап, жан-жағына қарап жүрсе, жер астында жалғыз өсіп тұрған ағашты көреді. Сол арада алтын ағашты қолымен мықтап ұстайды да, екі аяғымен түпкі тамырын басып, екі көзін жұмады. Бала көзін ашып қараса, таң сарғайып атқан, өзі алтын ағашты ұстаған күйі хан есігінің алдында тұр екен. Таңертең хан уәзірлермен алтын ағашты көреді. Бұрынғы ма ханның салтанаты тіпті артып кетеді. Алтын қанатты тақтың үстінде алтын мүйізді шұбар киік ойнап тұрады. Мұны көріп хан балаға риза болады. Оған сыйлық бермек болып барлық уәзірлерін шақырып ақылдасады. Баланың бүйтіп бағартқанын көре алмай уәзірлері күндейді. Нәшейліп ақылдасады. Ханға айтып, бұл баланы тағы да бір жерге жұмсайық. Күнікей қызды тауып келсін дейік. Ол өте алыста, адам аяқ жетпейтін жер. Оны іздеп барушылардың өлмей қайтқаны жоқ. Бұл да солардың аяғын құшсын. Хан уәзірлермен ақылдасады. Қане, балаға қандай сыйлық береміз дейді. Сонда баяғы уәзір тұрып, тақсыр сіз өзіңіз болсаңыз қартайдыңыз, өмір бойы нәресте сүймей бір перзентке зар болып өтесіз бе? Біздің ойымша, қартайған шағыңызда сізге серікке жарайтын пәлендей жерде күн астында Күнікей деген қыз бар. Бұл бала сол қызды тауып әкелсін, сонда мықтап сыйлық беруіңізге болады дейді. Хан тағы да балаға, сол күн астындағы Күнікей қызды тауып әкел, сыйлықты сонда беремін дейді. Бала Күнікей қызды іздеп кетеді. Әлденеше күн өткенде алдынан екі алақанына екі тауды салып жүрген бір дәу кездеседі. Бала дәуден жөн сұрайды. Сонда дәу, күн астындағы Күнікей сұлуды іздеп бара жатқан бала, сен болсаң мен жолдас болғалы жүрмін дейді. Бала, сол мен боламын дейді. Сонымен екеуі жолдас болып келе жатып, бір тыңдаушыға кез болады. Бұл да балаға жолдас болып береді. Тағы да жүріп келе жатса, алдынан екі көлдің суын екі ортына ұрттап жүрген тағы бір дәу кез болады. Бала жөн сұрайды. Ол екі ұртындағы суын көлдердің өзенге қайта құйып, күн астындағы Күнікей іздеп жүрген балаға жолдас болғалы жүрмін дейді. Сонда бала, ендеше мен сол бала боламын дейді. Сонымен бұл да шөгіне қосылып төртеуі жолдас болып жүре береді. Келе жатса, екі аяғына екі батпан тас байлап алған, ойдан қырға жүгіріп жүрген желаяққа кез болады. Бала жөн сұрайды. Желаяқ, мен күн астындағы Күнікей қызды іздеп бара жатқан балаға жолдас болғалы жүрмін дейді. Бала, ендеше сол мен боламын дейді. Сонымен бесеуі жолдас болып жүріп келе жатса, бір шұқанақтан көп балалармен тырмысып шыға алмай жатқан бір құмырсқаны көреді. Бала құмырсқаны балалармен шұқырдан шығарып жібереді. Сонда құмырсқа балаға риза болып, сендер мені шұңқырдан шығарып жібердіңдер, менің сендерге бір пайдам тиер. Мен мына бір қанатымды жұлып берейін, керек бола қалсам тұтатарсыңдар. Сол кезде қастарыңнан табыламын деп бір қанатын жұлып береді. Бұлар күн астындағы Күнікей қызды іздеп жүріп кетеді.
Күн астындағы күнікөй қыз от тауының ар жағында тұратын бір ханның қызы екен. Ол ханның бір үлкен көктөбет иті бар екен. Сол ит күн астындағы күнікөй қызға келе жатқан адам болса, дыбысын 100 шақырым жерден сезіп алдынан шығады екен. Қандай батыр мықты адамдар болса да көктөбет ит барлығында жалғыз өзі жайратып салады екен. Қызды деп барған адамның сауға айтпаған содан екен. Мұны білген адамдар көктөбеттен қорқып қызға баруға жүректері дауаламапты. Баланың жолдастарымен келе жатқан ит 100 шақырымнан біліп, жер дүниенің шаңын боратып, арсылдап алдарынан шығады. Баяғы тау көтерген дәу қолындағы бір тауын итке жіберіп кеп қалғанда, көктөбет таудың астында сеспей қатады. Итті таумен бастырып өлтіріп тастап, бұлар тағы жүріп кетеді. Жүре-жүре күн астындағы күнікөй қыздың үйіне жетеді. Хан бұлардан жөн сұрайды. Сонда бұлар: осы жақтағы күн астындағы күнікөй қызды іздеп келеміз. Іздеп келуші мұны отырған бала біз жанына ерген жолдастарымыз дейді. Сонда хан: жолдарыңда бір көк ит кездесті ме деп сұрайды. Жолда бір күшікке кездесіп едік. Біздің лақтырған кесегіміздің астында үнешіп өліп қалды дейді бұлар. Хан бұлардың күшіне қайран қалып отырады. Хан ертеңіне ел жұртын жиып балуан күрестіреді. Осы топта кімде-кім күресіп шығып күш асса қызымды соған беремін дейді. Ханның елі жағынан бір егіз балуан шығады. Бала жағынан екі қолына екі тау ұстап жүретін дәу шығады. Екі балуан күресіп дәу жығып кетеді. Бірақ хан сөзінен танып бұл жолы қызын бермей, енді жаяу бәйгеден озып келгенге беремін дейді. Жаяу жарысқа ханның елінен бір жүйрік мыстан кемпір шығады. Мыстан кемпір қолына екі шыны арақ ұстап шығады да жолда желаяққа ішкізіп мас қылып өзі жүріп кетеді. Бала тыңшыға айтады: кім алда келе жатыр екен, соны тыңдашы дейді. Тыңшы тұра қалып тыңдап: кемпірдің дыбысы білінеді, желаяқтың дыбысы білінбейді дейді. Бала сол арада баяғы кездікті қолына ұстайды. Сол кезде ұйықтап жатқан желаяққа дыбыс беріп оянады. Желаяқ оянып жан-жағына қараса кемпір жоқ. Сол арада жалма-жан жүгіріп отырып кемпірге жетеді. Қолына бір уыс топырақ алады да кемпірдің алдынан өте беріп топырақты көзіне шашып береді. Кемпір көзін уқалап аша алмай жатқанда желаяқ озып келеді. Хан сонда да қызын бермейді. Қызын жасырып тығып қояды. Кімде-кім қызымның қай жерде екенін тапса соған беремін дейді. Бір мезгілде тыңшы тыңдап жүрсе, хан қызын жер астындағы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол үйді кесте тігіп отырып, қолындағы инесін жерге түсіріп алады. Тыңшы тыңдап біліп тауып алады. Хан бұларды темірден салынған қонақ үйге жатқызады. Қонағасы беріп сыйлап жатқызғаннан кейін қонақтар жатқан үйдің сыртынан өртейді. Бұлар түн ортасында оянып кетсе, үй өртеніп бара жатыр екен. Көл ұрттаушы дәу ұртындағы бір көлдің суын бүркіп тастап, өртті сөндіреді. Содан соң тып-тыныш ұйықтап жата береді. Хан бұларды өлді деп күлін қарайдық келсе, бәрі де тып-тыныш ұйықтап жатыр екен. Хан тағы ойлап бір амал табады. Ертеңіне: 40 қыз бен қызымды қатар тұрғызам, солардың ішінен танып алғанға қызымды беремін дейді. Ертеңіне 40 қызды бірдей киіндіріп қатарлап қояды. Қараса бәрінің киген киімдерінің түсі бір, ешкім тани алмайды. Бала сол уақытта баяғы құмырсқаның қанатын тұтатып жібергенде, құмырсқа келіп 40 қыздың арасында тұрған күн астындағы күнікөй қыздың алдынан шығады. Бала күн астындағы күнікөй қызды содан таниды. Ханның басқа істейтін амалы болмайды. Амалы таусылып ақыры күн астындағы күнікөй қызды балаға береді. Күн астындағы күнікөй қызды алып бұлар еліне қайтады. Жолдастар өздері балаға ілескен жерге келгенде қалғандармен қоштасып жол жөнекей қалып отырады. Бала келе жатып өзінің басынан кешірген уақиғаларын бастан аяқ қызға баян етеді. Оны ханға апаратын айтады. Қыз оқымысты сиқыршы екен. Баланың ерлігіне сүйсініп қатты риза болады. Бірсыпыра жүрген соң ханның еліне жетуге қанша күн қалды деп сұрайды. 2 күншілік жер қалды дейді бала. Сонда қыз: сен озып ханға бар, менің алдымнан шықсын. Ең алдынан хан, оның соңында уәзірлер жүрсін, ең артында өзің жүр дейді. Бала ханға барып қыздың алдынан шығады. Қыз келе жатқан ханды қасқыр, уәзірлерді түлкі қылып жібереді. Қасқыр мен түлкілер бірін-бірі қуып кетеді. Ал күн астындағы күнікөй қызды бала алып екеуі той жасап қосылады. Ел жұрты баланың ерлігіне риза болып оны хан сайлайды.